Ассалаумағалейкум, бүгін бізде подкаст. Бұл подкастта қонақтар өзінің басынан өткен қызықты оқиғаларын айтады. Қорқынышты оқиғаларын айтуға болады. Самый главный өтірік айтпау керек, сосын боқтамау керек. Ендігі бүгінгі бізде қонақта Азамат Ешпанов, осы Құлсарының номер 1 асабасы. Номер 1 емес. Номер 2. Номер 1-ді бердім соларға. Сен ала берсін бірді. Таласпаймын мен бірге. Бір көп па? Бір көп. Бірге таласпаймын. Бірге жетіп қиын. Мен таныстырмайсың. Номер 2-мін. Кастыратыш? 2 болып қарам. Номер 2 асаба Азамат Ешпанов. Менің өзімнің ұнайтын тамадаларымның бірі, короче, бар ғой. Топ 3-ке кіреді ғой. Оң жағымда тұрған осы Құлсарда дронмен айналысатын, дронның байтқанда шебері, маманы Өзде ұшатын. Талай сөмкіде. Нұрғиса дейтін бауырым, құрдасым. Не ғой? Өте төмен отбасыдан шықтым. Құлып отыр. Бірден ба? Бірден мен той саласында жүргесін, той саласын айтайын, қызық болсын. Бізде қызықты оқиғалар енді. Мен негізі өзім көбінесе қызықты оқиғаға жасап жүремін. Мен сондай жақсы. Сондайсың. Сондай жігітпен не екенін білмеймін. Мақандар бәрі соған келісіп отыр. Бауырым енді. Бұл енді кеше анау келген жігіт материал жоқ. Алды күн анау. Оңай емес па? 2 күн қатарынан қайғылы баланы шақырып алыпты. Біреу фастфуд, біреу шашқы. Баяда мына неде? Неше жастасың? 7 оқимын. 7 оқисың. 14 жастасың. Жоқ, тамада емессің ба? 7 оқимын ғой, ауылда 7 оқимын. Сен де 7 оқыдың ба не? Кетапқан тамады болады деген бәкең бар ғой. Құлсардағы, вообще Атырау осындарма. Сол бәкең хит болып отқан кезде мен қызық көріп тойға шығамын ғой. Тойға барайын. Қасына ма? Қасына. Жоқ, қасына шықпаймын. Өзің бөлек той алып. алып. Жоқ, бөлек өлең айтуға барайыншы деп үйден шығып кеттім ғой, киініп, бөлек шалбарымды киіп алып. Келіскен жоқсың анаумен айтады. Жоқ, вообще танымайды да мені. Қызық көріп. Рисковать етіп тұр ғой, былай қарап тұрсаң. Алпамыс деген банкетке Ақсарай ғой, бір алпамыс сол. Сол тамады бәкеңе бардым да, бүйттім ақында той болып жатыр екен. Далада отыр, анда менде микрофон болды. Тек болатта болды, вообще сол алып шықты бірінші бәкең. Хит анау. Бәкең де хит, микрофон. Бірінші жолған ба Пиндоданы? Иә, микрофонда да. Сол бәкеңе барып, аға осылай деп қасына әңгіме тартып, мына микрофон қай жерге дейін алады деп жаңа өтір қытайып шоу өтудің, өлең айтып кетудің алдында әңгіме салып жатырмын ғой. Материал жіберіп барған, ход жасап жатырмын ғой енді. Осылай мына Еркемай деген бар ғой, сәдек кәкірі. Сол жерге дейін алады деп, мә жақсы. Осылай аға бір өлең айтып кетсем бола ма деді. Давай болады деді маған. Болды дедім. Ішке келсем музыкант мидискін бердім. Ақмаңдайлы адай қыз деген өлең бар. Еще тойға өте ме өтпей ме шаруам жоқ. Главное мен білемін ол өлеңді айту керек. Соны беріп, еще бірінші рет айттым тойда. Оған дейін дайындалғанда жоқпыз. Бірден басталып кетті өлең. Бірінші куплетінің 4-ші жолына қарай сөзін ұмыттым ғой жаңа өлеңді. Сөзін ұмыттым да қайырмасына түсе алмай қалдым. Иә де, артыма қарасам жаңа бәкең бар ғой, андай нелер тіреліп тұр, андай барнесі сол сияқты ғой, Ақсарай. Темешектен жоқ қой маған қарап бар ғой, жынданып тұрғандай бар ғой, кәдімгі боқтап бар ғой, тістеніп. Ананы көргеннен мен духым деген уже. Далаға шығып үйде жатыр, ана өлеңді басқа өлең айтып жатыр ғой. Қалды ғой сол жерде. Таңертең шығып кеттім ғой, екінші куплет вообще есіме түспей қалды өлеңнің. Қалды деймін өлең бәрі жайына. Қобалжығаннан бытыс болды өлең бар ғой. Негізі қорқақ емессің ғой жалпы. Өлең бытыс. Сол өлең бытыс болды, иә де. Өлең бытыс болды ғой. Өлең біткесіне басқа өлеңмен билет жіберді, қалды да екінші өлең музыкант. Бәкең қасына барып тұрмын ғой. Болат маған айтты бүйтіп. Китшің деді, дәл осы. Көзіме көрінбеді дәл осы. Вообще көрмейтін болайсың. Деді ғой. Анау ғана жүрекке қатты дейді да. Кәм датоға құдайдан бір ғой, мен Болатты алдыма кездестірме дедім. 16 жылдан кейін өлем содан кейін бірге. Вообще тойдан кірген жоқпын. 16 жылдан кейін кездестірдім ғой бәкеңмен одан кейін. Сол бәкеңе айтамын ғой тойларда кездескен. Осындай ситуация маған айтып едім деп. Жыртып батасың. Ол енді өзіңнің кінәң ғой дейді маған. Шықса банағы бәкең ренжімейді шығар да. Қой бәкең қуана. Бәкеңге де внимание жетпей жүр данный момент. Тойда өлең айтамыз, студентпіз Атырауда. Ақтілек деген өлең хит. Ақтілек. Тойға келген ағай деп бүкіл вообще Қазақстан облысының әншілері айтады тойға шығып жүрген. 2009-да Атырауда студентпіз академияда, 2010 жылы көрік сол. Анаған өлең айтамыз, мынаған өлең айтамыз. Иә, андай сондай бүйтіп жасайтын нәрсе. Соны не істеп, анаған өлең, мынаған өлең айтамыз. Бір күні Ақтілекпен біреуге бардым өлең айтуға. Бір тамада бардым, Атыраудың тамадасы. Соны өлең айтып жатсам, плюс қой енді запись.
А еще плюспен айтасың ба? Обязательно плюс айтасың. Плюс жақсы. Любой кезде аппарат шегіп кетуі мүмкін ғой. Әр жерде аппарат әртүрлі болады. Сосын смотря қандай аппарат дұрыс айтасың. Свачный аппарат болса мысалы қиын. Сол өлең айтып отырмын, аңқытып. Ана өлеңнің қайырмасынан кейін үшінші куплет басталатын кезде музыка жүреді, любой өлеңде үшінші куплеттен кейін музыка жүреді. Сол музыка жүріп жатырғанда бір әже келіп жатыр маған, қолында ақшасы бар. Балам жаңа өнерің үстем болсын деп келіп жатыр, енді жыбып жатыр ана маған. Кетті микрофонды алып алды қолымнан. Балам өнер, өлең жүріп жатыр, запись. Музыка жүріп жатыр, музыка, проект жүріп жатыр. Балам өнерің үстем болсын, бірдеңе биіктерден көріне беді, ақша береді. Ана жерде үшінші куплеттің модуляциясы келіп жатыр. Деп келеді де, тойға келгенде тағы басылады. Сол жер келіп қалды уже, прикинь, келіп қалды. Енді ана әже сөйлеп тұр ойлашы. Үшінші куплет мына жақта келатыр, үшінші куплет әже мына жақта келатыр, екеуі бірдей келатыр. Микрофон тартып алдым әженің қолынан. Тартып алдым, үшінші куплетін айтып кеттім. Ана жерде өзім бүтіріп қойдым, бірақ ана өлеңді айтқаным. Не істейсің, шығу керексің ғой. Иә, ситуация шығу керек қой. Ана әжеге жаман атақ тоқығаннан жақсы ғой. Қалған 300 адамға жаман болып қалғаннан дейсің ғой да. Сол Ақтілектен бүкіл тойға барасың, бір күнде 2-3 тойға. Бір күні бір тойға өлең айтып жатсам, бұтым жоғарлайды, өлең айттым ойлашы. Тұрып көрсетейін. Мына жерде кәдімгі бұтым жоғарлайды, аяқ өлең айтып төмен қарасам бір бала басып мына жерде шығып тұрған екен. Басымен бүйтіп кіріп бар ғой. Мына жерде шығып тұрып басы бар ғой, осы жерде өлең бүйтіп басын итеріп екінші куплетін айтып артта тамадары қырылып жатыр. Басын итеріп жібердім ананың бар. Мен короче бір қысқа оқиға айтып жіберейін. КВН ойнап жүрдік, біздің үй дейтін бар ғой, общежитие ғой бар ғой. Анау келеді. Жоқ, анау келеді, анау келеді, короче ғой. Сөйтіп Оралдан балалар келеді. Оралдың баласымен жүрім. Неге мінеміз ғой ана Тамашадағы лифт бар ғой. Лифттің ішінде тұрып, қасымызда екі қыз тұрып, танымаймыз ананы. Тұрып та девочки с праздником деп тұр ана қыздарға. Ана ұза тұрып та, андай орыс қыздар ғой. Что за праздник десе, день птиц деп тұр ғой. Неге птиц? Білмеймін, түсінбедім да. Қайда андай 18-ге толмай мектепке керек ғой. Иә, обязательно ғой. Бәрінде онша. Қалай қаштық қой. Баяда үй жақта кетіп батып. Қаратоның іші ғой. Түн анау. Түнде келатып баламыз оқытты. Мегал көрсек қашамыз. Келатым жүгіріп. Скоро мегал көрсек болса да ма? Бір 2 метр шабақ тұтан жерде. Одан секірдім. Иә. Бұрышта тұрған шаруақ қой, бүйтіп бұрышына келіп тұрып секіріп кеттік біз. Бір бұрыштан келгенде бір цептің деп шықты ғой. Секіріп болғаннан кейін. Секіріп батып, артқа қарасам, алабайдың үстіне атып кеткен. Татауын ба? Итті месіме өткізді. Ит дейтін, құттай бір 4 секундтен ойлап қалды ғой, мен қалай секіріп. Өмірдің ең қатты история сол мен үшін. Алабайдың түрін көрсең, бірақ ойланасың бір шама. Менде бір видео, өзімде телефонда бар видео. Жаман түсіп қалды әлем анау видео. Аквапарк бар, Алматыға аквапарк көрдім былтыр. Группасым жартылып түсіріп тастаған ғой видеоны. Андай не ғой? Мен адреналиндерге андай көп неге бара бермеймін ғой, бүйтіп айналып жерден санайтындар көп бара бермеймін. Бірең сараңында бар ғой, көбіне бармаймын, почти ондай менде не жоқ андай. Тиын да жоқ, сосын дуғда жоқ анасы ондай. Төменнен көрдім, төменнен бассейнде көрдім. Адамдар жаңа түскен адам бар ғой, бір бәрі айналып түседі де, суға түседі ғой енді. Түскенде ана су по идее мына жерден келіп тұр негізі. Мына жерден келіп тұр, мына жерден. Бүйтіп түсетіні ғой да. Қалай түседі осы су мына жерден, одан артық терең су жоқ. Шығып кеттім. Ана бар ғой, нормально, ең патология, Алматыдағы аквапарктың ең патологияны шығып кеттім. Бірақ андай резинкамен түсесің. Түсіп кеттім, уже болды, түсіп кеттім. Қараңғы ғой, ойлашы, айда кет. Кетсін. Бір қарасам андай ғой. Жоқ болып кетті. Өзім түсіп кетқан сияқтымын. Жердім, андай дым жоқ сияқты. Ана шок қой, ойлашы, уже духым суылады деймін. Ойланатын уақыт болған жоқ бар ғой. Бақ деп суға түстім. Видеосы бар, как көрсетіп. Ана суда мен атам бүйтіп, ана судың ішінде бар ғой. Андай ғой, ойлашы, бой жоқ жерге түсіп кеткен сияқтымын. Шок қой анау деген. Ана видеодан қарасаң секунд как будто. Тіреліп бүйтіп тұрғанда бар ғой, шо мына жерге деген суға батып отқаным ше. Видео былтырында алдыңғы жыл болған видео. Видеосы бар енді. Ана қасындағы адамдар полный жыртылып қалған екен. Апалар деген өліп тұрады. Короче, баяда КВН ойнадым ғой мен. Өнерпаз дейтін команда Атырауда, короче. Ұмытып қалып тұрмын. Астанадағы ойында ма, короче, бір ойында. Мен 2018-ге дейін ойнадым, короче. КВН ойнағанда андай балдардың ішінде мен новенькиймін ғой, енді кіріп жатқан кезім ғой, короче. Қалған бәрі бұрын ойнап жүрген. Бұрын ойнап жүрген, иә. Сөйтіп, короче, бәрі келіс прикол салған ғой, маған андай не ғой? Подстава ғой, короче. Бәрі бітеді ғой, ойын бітеді ғой, полкон беріп кетіп қаласың ғой енді. Сол кезде тұрды да бәрі айтып тұр ғой. Давай осы жолы полкон бермей кетіп батқанда бүйтейік дейді ғой. Ойында сол жер. Сонда бәрі бітті, содан кейін бүйтіп қалып тұрмын ғой. Ойлап қарашы, 7 адам тұр сахнада.
жетеуі бүйтіп тұр ма, бірдеңе істеп тұр, жалғыз өзін дейді тұр ма? да халық кірген шығар яғында. Сондай қызықты подлянкілер болды, короче, КВН-де. Жақында есіме түсіп кетті. Индираның сыңары шығып жатыр Эльвира Апорнеға. Егіздейбіз сол Индираның сыңарын тойын. Ортада подарок беремін жайлап жайлап. Бір тойда бір адамдар болады ғой, тамадың берекетін атын. Обязательно ол. Кетті. Іші оған ба? Бауырым, менде билейінші ішті деп. Бір-екі айтты. Енді бірінші аналар беріп та жүрмін подарок. Бүйтіп сөйлеп, ана екі адам осы билеп жатыр да, мен мына жақта микрофон ұстап екеуіне қарап тұрсам, біреу желкемнен бар ғой. Дейді ғой, ойлашы, қалыпты, бүкіл қалыпты көйте. Анау бар ғой, кәдімгі здоровый жігіт дейін, качок, не, кәдімгі, түрі де кәдімгі, қой деп тұр ғой, общем. Мойнынан қысып, асаба, мен саған айтқан жоқпын. Жаман ғой, бүкіл қалыптың көйте деген. Тұра бересің ғой, чорт вообще. Сосын сөйтіп, билейсің, кәдімгі, давай онда биле дедім де, сол жеріне билеттім де, өтірік подаркасын беріп тадым. Енді тағы бір той басқа жүрсем, анау тағы да. В общем, анау сен аңдып жүр. Тойдың атмосферасын бұзып жүр деймін. Тойға шыға береді, ана ортаға шығып, жағаласып, анаумен де билеп кетеді. В общем, тойдың атмосферасын бұзып жатыр негізі ана кісі. Біліп тұрмын, той бойы менің бар ғой, ерте ағым шығарып, тойдың да мазасын кетеді. Далаға шыққанда есік алып тұрдым да. Братан, қаяқтыксың дедім, тоғанша болдықпын дейді. Мен де құлсарына кім? В общем, былай жасайық, тойды екеуміз сық етіп өткізіп тастайық, сен билеп көтеріп тұрсаң, мен саған подарок берейін, бүйтіп тойды атмосфера, құлсарының адамдар тойды көтеріп кетсек деп. Жайлап ана көпшік қойып жібердім. Давай деді де, той біткенше соның аңдып, соған қасқа бірінші орын беріп, ана братты әлдейлеп, ана той иесінің тойында шарам жоқ, ана браттан арпалысып кеттім. Ананың көңілін табай қасқа, той иесінің көңілінде шарам жоқ. Ана тойды бұчық. Былай қарап тұрсаң да, біреудің нормальный ақшаға істеп жатқан тойын бытшыт қылып жүрді ғой, былай айтқанда да. Бірақ енді көп болмайды, бір-ең саран болса ғой, бірақ көп қатты кейісе бермейді ондай. Ондай случай ма? Көбінесе мен характермен басқарамын ғой деген. Жалпы мен той саласында жүргесін, той саласында тойдың жақсы өткен қалайсың ғой? Дұрыс, солай болу керек қой енді. Ақша отырсыңдар деп. Жалпы бұрын бар ғой, бұрын жібереді ғой. Алдағы уақытта осындай күнде той болады деп. Ең патолог заранее неше күн бұрын, неше жыл бұрын болды? 9 ай бұрын болды. 9 ай? 9 ай бұрын заказ алып қойды. 9 ай бұрын болды. Сейілхан деген асаба. Тойдағын сен көріп жүр қой. Сейілхан деген асаба бар. Үйдегі аза қандай Үйдегі асаба Атырау группасында жиналамыз үшін. Біз бұрын жалдап тұрған үйде сол бір-екі группастар қалып қойды сонда. Қаланың басында ғой, жалдап тұрды. Атыраудан, Алматыдан балдар келді үшін группасы балдар. Байтанат Әділбек бар ғой. Алматыда анау хит болған ғой. Мынаны неге сендер ғой, жасасаң да орталарыңа қатты кетеді. Жіппен тартып қорқытатын білесің бе? Сол. Ана комп жатып алып. Бүкіл группасынан апартаман менде машина болды нексе. Апартаман кеткенде балдардың бәрі жатып қалған. қалған. Сонда сол кезде бастап байсың да? Сол балдардың бәрі жатып қалған ғой. Уже балдар дайындап қойған болып тұр ғой оны жіпті бәрін. Білмеймін ғой, свет бәрі өшіп кірдім, жаттым. Ілініп қалған қиын сияқты. Тақ деді ғой бірдеңе прикинь. Үйде ешкім жоқ, сен. Жоқ, Мырзаев бар, группаласым. Санчар деген бала бар, тағы Жұмағалиев Азамат бар. Балдар бар, 3 бала бар деймін үйде. Тақ деді бірдеңе. Бәрі резко дыңқ дейді, аналар үшеуі дайын ғой уже, бәрі. Ебать деді ғана. Ойнатып жатыр. Ойнатып жатыр. Кішкене, тақ. Еба қарашы деді анау. Кетші деді. Арасында батыр сен болып тұрсың да. Қарашы, бармай жаттым. Бля жігіттер бар, тағы қопарып. Жігіттер, Санжар бақырып жылап жүреді анау бар ма? Ойнатып. Біздің академия молда жарым ғой керек. Еще академия дейді. Академия. Жылатты бақырып. Еще актерлар. Көрпе жауып бақырып. Жігіттер барнаш мен бармайды, паника ой деді бір. Көтім түсіп кетті мен бар ғой, десең көтім түсіп кетті аға. Көрпе жауып. Ана мал ғой қасында группасы деген. Абырзекті. Мен үстіме көрпе жауып тастап тұр ғой, әдейі. Мен қозғалып кетті дейсің. Мен көрпе астына қойдым ғой. Аналар бақырып үстінде өтірік билеп жүрді, телефонда түсіріп алған өздері билеп жүр. Бақырып жауып, тарт деген столдарды есіктер тағы қопарып кетті дейді. Үй бар ғой. Ана комнатқа жүріп кетті ма? Ана комнатқа мен бара алмай қалдым десе, Азамат сен бірдеңелер білесің оқышы дегенде Фатихамен класста айырып жіберген. Кәм наизусть барға жатып жүргенсің ғой, жатып. Аналар деген не бар? Азамат білесің қайттан оқышы деп мал негізімен давид етіп қалып тұр ғой. Мен көрпенің астында жатып оқыдым, ойлашы. Көрпе астында көктер болып. Тұрғым кетті рақа. Бітірі действительно бар сияқты анаяқта болған. Шыдайман, свет жағым дедім ona. Жақпа, тартып қат қайта. Жақтырмай тұр, свет жақсы жіп жүріп жатыр ма жермен. Жіптер жүріп жатыр, линиялар жан жаққа да пер болып кетеді, тақатақ. Бір жіп жағып қойды, жыртып қат аналар. Түсінбей қалдым да. Жыртып қат аналар ғой, действительно. Лям жинадым дейді.
лям жинады. Лямның өзі ма? Лям 200 болып кетті. Бірдеңесі бар ма қасында? 1 миллион 200 болып кетті. аяқтап тастайын. Аяқтап. 40 минуттан асып кеткен сияқты. Сонымен біздің подкаст аяқталды. Ана бір лям Қонақтарымыз өзінің оқиғаларымен бөлісті, сіздерге ұнады деп ойлаймын. Енді келесі қонақтарды кімді шақырайық, соны комментарияға жазып кетіңдер, және қолдап комментария репост жасап кетсеңдер, вообще күшті болады. Бізбен қонақта болған Азамат Ешпанов Рахмет. ағамыз, құрдасым Нұрғиса дронщик, пилот, Ұшқыш балама.